Сәлематсыңдар ма оқушылар? Жамбыл облысы Жуалы ауданы Бауыржан Момышұлы ауылы номері 1 мектеп гимназия математика пән мұғалімі Сұлташева Гүлнара Табыржанқызы алгебра пәнін өткізетін болады. Сабақтың тақырыбы бөлімдері бірдей алгебралық бөлшектерді қосу және азайту. Оқу мақсаты алгебралық бөлшектерді қосу және азайтуды орындау. Бағалау критерийлері бөлімдері бірдей алгебралық бөлшектерді қосады және азайтады. Ауызша жұмыс. Әріп пен сан сәйкес болатындай әр бөлшекке тең бөлшек табыңыз дейді. Яғни балалар, біз сіздермен бүгінгі күні осы бөлшектерді жинақтау арқылы келесі сабақтың үстіндегі орындайтын тапсырмаларға келеді екенбіз. Бірінші тапсырмада алымында а квадрат қосылған а, б жақшаның сыртына аны жақшаның сыртына шығарамыз. Яғни балалар қараймыз, аның екінші дәрежесі және аның бірінші дәрежесі. Қайсысының дәрежесі аз, соны жақшаның сыртына шығарамыз. Яғни бұл жерде а бірінші дәрежесі аз. Сондықтан да жақшаның сыртына а шығады. Жақшаның ішінде аның квадраты болған, оның бір дәрежесі шығып кетті. Сонда а қалады, қосу екінші а, б өрнегінен б қалады. Яғни а көбейтілген а қосылған б қалды жақшаның ішінде. Енді бөліміне назар аударамыз. Бұл жерде тура жаңағы алымындағыдай түсіндірген сияқты б-ның бірінші дәрежесі жақшаның сыртына шығады. Сонда жақшаның ішінде а қосу б өрнегі қалады. Енді балалар, а қосылған б және а қосылған б өрнегі қысқарады. Өйткені алымында да бөлімінде де көбейткіштер тұр. Сонда бізде бөлшекте а бөлінген б, яғни б жауап шығып тұрғанын көріп тұрмыз. Екінші тапсырма. 2х азайтылған 3y. Бұл жерде алымында балалар ешқандай өрнектеу орындалмайды. Енді бөліміне назар аударамыз. Бөлімінде балалар бізде қысқаша көбейту формуласы орын алып тұр. Яғни бұл екі өрнектің квадраттарының айырмасы. Ол 4х квадрат азайтылған 9y квадрат 2 көбейткішке жіктеп жазуымызға болады. 2х азайтылған 3y және 2х қосылған 3y. Енді 2х азайтылған 3y пен 2х азайтылған 3y қысқарады. Алымында 1, бөлімінде 2х қосылған 3y өрнегі қалып тұр. Үшінші амал. А квадрат азайтылған 6аб қосылған 9б квадрат 2 өрнектің квадратының айырмасының формуласы. Бұл балалар а азайтылған 3б осының бәрінің квадратын беріп тұр. Ал бөлімі 2 өрнектің квадратының айырмасы а азайтылған 3б, а қосылған 3б өрнегі беріліп тұр. Балалар, осы тапсырманы мен қазір сіздерге түсіндіріп өттім. Өздеріңіз тағы да жазбаша орындап, дұрыс жауабын тауып көріңіздер. Мына бетте сіздерде қай жауап дұрыс екендігі көрсетіліп тұр. Бүгін сыныпта 39-да 4-ші есепті орындаймыз. 4б квадрат азайтылған 2 бөлу 5б, азайту 2б азайту 1 бөлінген 5б, қосылған 1 бөлінген 5б. Бөлімдері бірдей, сондықтан да бөлімін сол күйінде қалдырамыз. Енді балалар, назар аударатынымыз олардың алымдары. Бірінші 4б азайту 2 өрнегі өзгеріссіз жазамыз. Келесі бөлшектің алдында минус таңбасы тұрғандықтан бөлшектің алымындағы таңба қарама қарсыға ауысады. Сонда 2б'мыз минус 2б, минус 1-міз плюс 1 болып ауысады. Әрі қарай плюс болғанда таңба ауыспайды, сонда ол плюс 1 деп жазылады. Енді балалар, ұқсас мүшелерін жинақтаймыз.
4b-дан 2b-ны азайтсақ, 2b өрнегі қалады. Минус 2, плюс 1 мен плюс 1-ді қосқанда плюс 2 болады. Минус 2 плюс 2 бұлар өзара жойылады. Сонда бізде алымында 2b, бөлімінде 5b өрнегі қалады. b және b қысқарады. Сонда есептің жауабы 5-тен 2 бөлшегі қалады екен балалар. Осы 39-да 4-ші нөмірді әрі қарай 4-ші мысалынан басқа мысалының бәрін жалғастырып орындайтын боласыздар. Бөлшектерді қос және азайт. 7-ден 3-ке 7-ден 1-ді қосқан кезде 7-ден 4 болады. 11-ге 4-ден 4-ден қосамыз 11-де 5-ді, 11-ден 9 болады. Балалар, егерде пайда болған сан алымы мен бөлімі қысқарылмайтын болса, онда сол күйінде қалдырып кете береміз. Бізде бірінші бөлшекте, екінші бөлшекте бізде қысқарылмайтын бөлшек қалып тұр, сондықтан да оны қалдырып отырмыз. Келесі мысалда 8-ден 3-тен 8-ден 1-ді азайтсақ, 8-ден 2 бөлшегі қалады. Ал енді 8-ден 2 бөлшегін балалар 2-ге қысқартатын болсақ, онда ол 4-тен 1 бөлшегіне тең болады. 10-нан 3-ке 10-нан 1-ді қосқан кезде 10-нан 4 бөлшегі шығады. Енді алымында бөлімінде 2-ге қысқартатын болсақ, 5-тен 2 деген бөлшек шығады. 8-ден 7-ден 8-ден 3-ті алатын болсақ, 8-ден 4 болады. Алымы да бөлімі де 4 санына қысқарған кезде балалар 2-ден 1 бөлшегі қалады. Келесі 10-нан 9-дан 10-нан 7-ні алсақ, 10-нан 2 бөлшегі қалады. Алымында бөлімінде 2 санына қысқартсақ, 5-тен 1 бөлшегі шығады. Келесі тапсырманы өз беттеріңізше орындап көресіздер. Мына жерден 8x-тан 3x-ті азайтамыз. Келесі бөлшекте бөлшектің алымында таңба қарама қарсыға ауысады. 3x азайтылған 5y сол күйінде қалады дағы. Ал алымындағы таңба минус болғандықтан минус 2x қосу 6y өрнегі болады. Бөлімі сол күйінде қалады. Сабақты қорыту тесті өз беттеріңізше орындап көресіздер балдар. Білдім. Яғни біз бүгін сабақта бөлімдері бірдей алгебралық бөлшектерді қосу және азайтуды орындауды үйрендік. Білдік. Кері байланыс. Мен оқытудың қай сатысында тұрмын? Нәтижеге қалай қол жеткіземін? Кемшіліктерімді жоюым үшін не істеуім қажет? Назарларыңызға рахмет.